Мен Өсіп Гүлнұр Қанатқызы. Алаш арысы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына арналған дәуірі жарық жұлдызы атты челленджін Айкен Елдан Арыстанқызынан қабыл алдым. Жазушының қанағаты. Бұл сөзді біреу алмас, біреу алар, құлағын біреу салмас, біреу салар. Теп-тегіс көпке ұнау оңай емес, кейіне жарамаса, кейіне жарар. Қайсы ықыласын салып тыңдап, жаратпай қайсы бірі теріс қарар. Дүниеде сүйгенім бар, күйгенім бар, солардан аз да болса белгі қалар. Осы челленджді Жазиева Айнагүл Сабырбекқызына жолдаймын.